Сәлем достар, бүгін біз сіздермен көбісінің сүйікті тортына айналып үлгерген молочная девочка тортын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыз, тортты бірге жасайық. Бізге тортты дайындауға ең бірінші керегі сгущенка, қопсытқыш, ұн және жұмыртқа. Сгущенка міндетті түрде қою, жақсы сгущенка болсын. Мен Деповский, Рогачев, Три желанияның сгущенкаларын қолданам. Ең алдымен осылай жұмыртқамызды жақсылап миксерлейміз. Жұмыртқамыз ағарып, көпірей бастаған кезде келесі бұның үстіне сгущенкамызды қосамыз. Міне көріп отырсыздар, сгущенка менде қою, өте жақсы сгущенка. Екеуін қосып, жақсылап миксерлеп араластырамыз. Бір келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Оның үстіне қопсытқышымызды қосамыз және ұнымызды қосамыз. Ұнды мен алдын ала електен өткізіп алдым. Міндетті түрде електен өткізіңіздер, ұнның арасына ауа бару керек. Барлығын қосып, міне осылай жақсылап миксерлейсіздер. Бір келкі масса болу керек. Арасында түйіршіктер қалып қалмау керек. Келесі өзімізге қажетті диаметрді осылай пергаментный бумаганың үстіне сызып аламыз. Менде 22 диаметр. Барлық қағаздарға осылай сызып дайындап қойып алам бірінші. Сосын 1-2 қасықтан әрбір қағаздың үстіне осылай құйып шығам. Пергамент қағаздарыңыз міндетті түрде сапалы, күйіп кетуге қарсы тұратын болғаны дұрыс, яғни антипригарный дейді ғой. Сондай қағаз таңдаңыздар сапалы. Өйткені сіздердің кожаларыңыз піскен кезде қағазға жабысып, алынбай қалуы мүмкін. Міне менде корждарымды осылай дайындап алдым алдын ала. Менде 6 корж дайын болды. Дайын корждарды алдын ала қыздырылған пеште 3-4 минут пісіріп аламыз. Дайын болған корждарды осылай кольцаның көмегі арқылы шеттерін барлығын тегістеп, әдемілеп, артығын алып тастаймыз өстіп пышақтың көмегімен. Міне. Барлық корж бірде болу керек өйткені. Сосын корждарды жақсылап суытып, суып болғаннан кейін бірақ жинаймыз. Міне айтқанымдай менде 6 корж дайын болды. Енді кремін дайындаймыз. Ол үшін сливки міндетті түрде салқын холодильникта тұрған болу керек. 30% менде Чудское озеро болды. Оның үстіне сахарный пудраны қосып, миксердің жай режимінен бастап біртіндеп көбейте отырып, бір бағытта миксерлейтін боламыз. Міне біздің креміміз қоюланды, яғни дайын болды крем. Сливкиді көп мөлшерде миксерлеудің де қажеті жоқ, себебі сливкиңіз іріп кетуі мүмкін. Креміміздің қоюлығы осындай болу керек. Енді корждарымызды біртіндеп жинай бастаймыз. Арасына менде крем 2 қасықтай крем салып отырдым. Сосын оны бір келкі етіп, барлық жеріне бірдей қылдырып жаясыздар. Арасындағы кремдерді жайған кезде тегістеп, әдемілеп, бір келкі етіп жайыңыздар. Сонда торттарыңыз дайын болған кезде теп-тегіс болып, әдемі болып шығады. Кремнің міне қоюлығын көріп тұрсыздар видеода. Осындай қоюлық болады кремде. Дайын болып, осы торттың бәрі жинап болған кезде оны холодильникқа салып қоямыз. 3-4 сағатқа міндетті түрде 3-4 сағат холодильникта тұру керек торт. 3-4 сағат холодильникта тұрғызғаннан кейін барып тортты алып шығып, өздеріңіздің жаңағындай қалағаныңыз бойынша әдемілеп, шеттерін тегістеп, барлығын үстіне қалауыңызша оформление жасайсыз. Мен жаңағы торттан қалған кремге осындай кішкене жасыл түс қостым да, осылай бетіне кремді қойып шығам. Оның араларына жаңағы жемістер, жидектер қоюға болады. Мен осылай малинаны қойдым, әдемі болсын деп, және үстіне балалардың қалауы бойынша имбирный пряниктер дайын, соларды қойып әдеміледім. Тортты өз қалауыңызға байланысты басқаша етіп сәндесеңіз болады. Міндетті түрде сіз де отбасыңызға жасап беріп, балаларыңызды қуантыңыз.